Су арнасына Байтұрсынов көше тұрғындарының атынан судың сапасы нашар деген шағым түскен болатын. Соған байланысты лабораториялық топпен судың анализін алуға келдік. Біз қазір бір емес бірнеше үйден су анализін алып жатырмыз. Судың сапасын анықтау үшін екінші үйден қазір сынақ нәтижесін алуға келдік. Қазір үшінші үйге келіп су анализін алдық. Енді ары қарай сіздермен бірге лабораторияға барып анализін бірге көретін боламыз. Бүгін 25 ақпан күні Байтұрсынов 93 адресінен алынған сынама. Қазір сіз сынамадан қандай анализдер аласыз? Біз сынаманы алып келе салып, негізгі көрсеткіштерді жасаймыз. Оларға мысалға жосқысын, хлоридін, pH-ын, органолептикалық көрсеткіштерін қараймыз. Анализдің нәтижесі қанша уақытта дайын болады? Анализдің нәтижесі, негізгі анализдерді біз алып келе салып бір күннің ішінде жасаймыз. Ал жалпы біз 32 түрлі анализ жасаймыз. Ауыз суды анықтаудың ГОС 41-51-72 әдісімен жасадық. Және де осы номері 20 ақпан 2020 жылғы шыққан санитарлы тәртіп бойынша оның көрсеткіші, жосқыстың көрсеткіші 7-ге дейін көрсетілген, ал біздің судың нәтижесі 4-1 шықты. Және де ол бізде нормалды нәтижеге жатады. Анализдің қалған бөлігін қазір микробиологиялық бөлімде анықтайтын боламыз. Бірге болса кеттік. Мен талапқа сай киініп алдым. Мына жаққа кіруге болмайды екен. Дегенмен қазір сұрап көрейік. Бұл жақта қандай анализдер болады? Бұл жерде ауыз судың микробиологиялық талдаймыз. Общий колиформ бактериясын тексереміз, общий микробтар санын тексереміз и термотолерантный колиформ бактерияларын тексереміз. Сіздерде анализдер қанша уақытта дайын болады? Общий микробтар саны ол 24 сағатта дайын болады. 37 градуста 24 сағат и 48 сағаттың арасында дайын болады. 25 ақпан күні алынған Байтұрсынова көшесіндегі номері 93, номері 118 және 120, 581 үйлерінен алынған судың нәтижесі бізде ол ластану, яғни аммиак нитритін және тұздылығын хлорид арқылы анықтадық. Бізде ластану мүлдем анықталмады, яғни 0-0 деген нәтиже көрсетті. Ал тұздылығы хлорид бізде 2-5, 2-7 деген нәтиже көрсетті. Норма бойынша ол 350-ге дейін рұқсат етілген. Ал темір мүлдем анықталмады. 3 күн бұрын химиялық және биологиялық судың анализіне сынама алынған еді. Қазір соның нәтижесін білуге келдік. Зерттеу барысында суқоректік ортаға егіледі бізде. 24-48 сағат ішінде бактерия өсімін байқаймыз. Судың қорытындысы 138 бұйрық бойынша су барлық талапқа сай екені танылды. Осылайша жүргізілген талдаудың нәтижесін білдік. Мамандардың айтуынша су талапқа сай. Біздің су ең дәмді.